Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге шиқұрақтың 6 қырлы түрін көрсететін боламын. Менің алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, шиқұрақтың 4 қырлы түрін көрсеткен болатынмын. Оның сілтемесімен жоғарыда тастап кететін боламын. Міндетті түрде көріңіздер және өз пікірлеріңізді астына жаза кетіңіздер. Мені міндетті түрде оқитын боламын. Ал енді шиқұрақ жасауға кірісейік. Бізге керекті заттар түрлі түсті матовый белюрлардан алдым. Сызығыш, қалам, қайшы, шыт мата және тігін машинасы керек болады. Әдеттегідей шыт матамыздың екі бұрышын бір-біріне қосу арқылы дәл ортасын анықтап аламыз. Ал енді шиқұрағымызды жинауға кірісейік. Мен дәл ортасы қылып ақ матовый белюрді алдым. Мен көз өлшеммен тігемін. Ең бірінші матамызды қиғаш қойып тігіп аламыз. Екінші матамызды сол бастапқы тігілген матамызбен тік қылып, бірдей қылып тігеміз. Үшінші матамызды қиғаш тігеміз. Менің видеомда матаны көрсеңіздер, сәл ауытқып кеттім, бірақ сіздер уайымдамаңыздар. Сәл ауытқып кетсеңіздер де еш нәрсе қылмайды. Келесі матаны тігу арқылы жауып жіберсеңіздер болады. Келесі матамды қиғаш тіктім. Соңғы матамызды қиғаш тігеміз. Сонда бізде бір тіккенде 6 лентамызды тігіп алдық. Соңғы лентаны тіккен кезде ең бірінші тіккен лентамызды астын тартамыз. Сол кезде лентамыз түзу шығады. Енді екінші қатар лентамызды жүргіземіз. Дәл өстіп, шыт матаның беті толамын дегенше тігіп шығамыз. Байқағаныңыздай, бастапқыда бірақ матаның бетінен жүрсеңіздер, осы жолы 3 матаның бетінен жүресіздер. Сол кезде әдемі гүл сияқты құрағымыз шығады. Лентамыздың түгін оң қаратып тігеміз. Байқағаныңыздай, лентаның әртүрлі түсінен тіксеңіздер, әдемі құрақ шығады. Шыт матамыздың соңына дейін жетіп қалдық. Құрағымыздың 4 қырына 2 қатардан лентамызды тігеміз. Лентамыздың беті толық жабылуы керек. Соңында жиек-жиегін бекітіп, 4 бұрыш қылып тігіп шығамыз. Артық матасын кесіп алып тастаймыз. Достар, менде осындай әдемі шиқұрақтың түрі шықты. Егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментарий жазып, анама тіркеле кетіңіздер. Ол маған мықты мотивация болсын. Мен сіздерді асыға күтемін. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.